Всем привет! Бүгін поликлиникаға жиналдық. Екі қызымды киіндіріп, өзім киініп, күйеуімді күтіп отырдық есік алдында. Қазір маман үйінде тұрамыз. Күйеуім бөлек тұрады, мен бөлек тұрамын. Осылай күтіп отырдық үй жақта. Екі қызды поликлиникаға апардық. Үлкен қызымның тісінде гной пайда болып, соны стоматологқа записке жазып, қыздарымды анализ тапсырып, садикқа дайындағанбыз. Сөйтіп, осылай ойнап отырдық мына жерде. Папасы кішкентай қызын аяқ киімін жөндеп жатқанда, үлкен қыз мен аяқ киімді түсіріп берді. Мама, дай мне тоже, я тоже вытеру деп. Осылайынан автобуспен бардық поликлиникаға дейін. Үлкен қызымның тістерінде проблема бар, кариес бар. Соған емдетуге. Уже автобуспен едім. Екі қыз скамейкаға отырып алғанды ұнатады. Тұрып алғанда аяқ киіммен водитель отыруға, аяқ киімге мінуге болмайды деген соң аяқ киімдерін шешіп сап отырғанбыз. Қызымның қолындағы веер біздікі емес, автобустан тауып алды. Сөйтіп автобуспен барғанша жеткенше дейін алысып бардық. Сосын сол веерді қайттан қалдырып кеттік сол жерде. Осы біздің ғана балалар осындай ма? Автобусқа мінсе айғалап, шулап, бақырып отырады. Тыныш отырмайды ғой. Как будто жалғыз біздің балалар ғана отырғандай. Барлық балалар сондай ма екен? Басқалардың балаларына қарасаң тып-тыныш отырады. Мама папаларын тыңдап, біздікі деген айғалап, шулап. Сосын папасы екі қызын тырнағын көрді де маған ұрсып, неге тырнағын алмайсың деп жүрсе, қайша алып тырнақтарын алғызып қойды маған. Вот тут тырнағын алсаң бергеші. Подписчиктер, сіздермен бірге отырған Мадинаның күйеуі. Менің екі қызым. Амакош, Мадикош, Жаникош. Это ты тискаешь? Нет. Это ты тискаешь? Сосын осылай барлығымыз үйге қайттық. Папасы сосын сразу жұмысқа кетті. А вот наш дом. Да, там наш дом. Приехали. Да. Үйге келіп балаларды ұйықтатып, өзім де ұйықтап алдым. Бұл уже екінші күн. Мен қызымды поликлиникаға тісін емдетуге бардым. 4 тісі кариес болып кеткен. Біреуінде гной пайда болып, соны көрсеттік. Мына жерде қызым смело тұр, қорықпай. Молодец, Айса. Сосын стоматологқа кіргенде кішкене қорықты, жылағысы келді, бірақ үлкен қызымның храбрый қыз. Сосын қолдап, сөйлесіп, договориться етіп, Папаға жібереміз, иә? әйтеуір тісін емдеттік. Молодец, как с ней идет, сосын түнде фея келеді, базар әкеледі, да? Мөлдір пузырь әкеледі. Иә, жаңа мөлдір пузырь жақсы көреді, иә? Аха. Иә. Сосын тісін емдетіп, сыртқа шығып, осындай лабубу пузырькин алып, распаковка жасадық. Түсір распаковкаңды. Помочь? Помочь? Давай помогу чуть-чуть. Найду, где открыть. Вот. Вот, сюда. Угу. Клей. Скотч. Ну, скотч, вот. Это лапуба на клей. Угу. Такая лапуба. И такой у меня есть пузырь. Ой, у меня розовый. Это розовый пузыришь-то. Да, я открою. Ой. Сейчас, стой. Давай заем батарейку. Угу. Давай заем. Пойдем. Сейчас. Эй, жап кырышкасын. А? Жап кырышкасын, ты чё? Киток. Пошли, Кит. Батарейку. Пошли в магазин. Вот так. Дай попробую. Папа, Солик. Вау. Это у меня розовый. Сосын папасының жұмысына барып, кішкене сөйлесіп отырып
кызуу эркелеп үйгө кайттык. Бузук тістеп алуы мүмкін. Ойнап. Жаңа ана жерін тістеп аласың. Мына жерде бар. Сен бір айфон. Жұмачинен. Скоро аккаунтыма распаковка видео салам. Менин каналыма тиркелип кетиңиздер, видеону аса комментарий жазып, лайк басып, колдоп кетиңиздер. Всем пока. Хочешь? Хочешь?